Достар, сіздер білесіздер, Пинкода Sun of Egypt 2 деген слот бар. И, пожалуйста, мне әдемі. Мен промокодымен сіздер 100 приспин ала аласыздар, так что барлықтарыңызға сәттілік. Қалай достар, мына жер жалпы бай кішкене бір Шымкентке ұқсай ма, қалай өзі? Атмосфера кеп тұр андай бір кітапчан. Жарайды достар, я, мен бүгін Шымкенттемін. И мына пловты қатты сағындым, мынаны қараңыздар, қандай жаны мәшина, етінің өзі үлбіреп, мен жеші деп тұр ғой. Қазір наказын береміз. Ал бәріміз шұбырып қайда келді десеңіздер, шоппинг жасауға келдік. Гүлім, ойбай, нәрді жібек киім таңдалады. Мамандар көбісі сайты жоғалтып алады, сол үшін жоғалтпас үшін телефонның астындағы осы стрелканы басып, мына жерде на экран домойды басамызда и добавить деп бассаңыздар, сіздерде осы жерде сохранить етіп тұрады. Өлтіріп зат алып алдық, мына жақта деген гүлімде жағаласып, енді әлі қазір ұтыс шығарайын деп жатырмын, қанша ұтыс шығатынын көреміз. Өздеріңіз білесіздер, менің промокодым арқылы тегін приспиндер беретінін, дәл қазір сол приспиндер арқылы қанша ұтыс шығатынын көретін боламыз. 15 мың, 75, 262 мың. 262.500 шықты. Осылай көрем дейтін жандар болса, төмендегі промокодты теру арқылы сіздерде Sun of Egypt 2 ойынына өзіме официально шоппингқа күн деп жариялап. Мұнда Айко жүр. Мен бұна көтіме GPS қойған сияқты ше. Қазір енді әрті киім қарап атсам, прикиньте, стандарттарды кимей қалады, о керемет. Айко екеуміз өстіп айнаның алдында әлі тұрмыз, өз-өзімізге тамсанып тұршы. Мен Ақсиятқа қараңыздар. Анда 15 күн. Айкоға қала жасап жатыр, мынау мен. Мынан қара до и после дейді. Қалай сіздерге результат бар сияқты ма достар? Ал достар, осыдан 2 апта бұрын біз Айкомен кездескен болатынбыз. Сол кезде Айко осы капсуланы сенен результат шығады, менен шықты, қара деген болатын. Сонымен осыдан 15 күн бұрын алып, ішіп көрген болатын. Енді өздеріңізде жазып жатсыздар, тастап жатқан сияқтысың, азып жатқан сияқтысың деп біраз адамдар жазып жатыр. Алдында Айкоға айтқанмын, мен осы капсуланы іштім, что-то менде сомнение бар дегенде Айко айтқан, сенікі оригинал емес. Айконың өзі босанды. Қанша адам? 90. Бірдей болды екеуі салбақ. Қазір енді эска болып жүр. Мына қараңыз, даже бұл қыз кезінде бізде қайдап бұдай арқылы болған. Бұдан айтып ғой. Неге айтып ғой? Мәшін. Неге еді? Әмейіп жермен ұшып кеттірме. Шерхан қызған дейсің ғой. Мынандай басында қызған. Өрт солай жақсы көрдіңіз. Ал енді қыздар көбісі қорқып жатады. Негізі таблет. Бұл чемоданның құны жоқ дегенде 200 мың теңге ойлаңыздаршы. Қыздар, өздеріңіз көргенде жаз келе жатыр, бұйырса жазға дейін соска фигураны жасайық. Айконың жаңа естідіңіздер, мына чемоданды, яғни капсула алған адамдардың арасында беретін болады. Яғни 8-не дейін үлге. Өзі қыздарға жақын абайда. Ой, жігер. Ялып қалды ғой әпәсінде. Ялған маған саған ғой, яты қатты барды. Жігерім. Сізмей жатқандар болса, ертең мен інім туған күні 21 қаңтар. Еще 21 жасқа толу керек по идее. Соны айта салайыншы деген болады.